Ақтөбедегі орталық стадион алдында таңнан бері билетке ұзын сонар кезек. Бұл жерде УЕФА Чемпиондар лигасының екінші біліктілік ойындарының матчында Ақтөбе футбол командасы Тбилисидің Динамосымен кездеседі. Жанкүйерлер билет алу үшін касса алдында таң сәріден жиналған. Стадионда 15 касса жұмыс істейді. Құны ересектерге 1000, ал балаларға 500 теңгеден. Бір кассада мүгедектер мен ауған соғыс ардагерлеріне билеттер жеңілдікпен сатылуда. Алайда ойынды тек 12 000 жанкүйер ғана өз көзімен көре алады, себебі стадионның сыйымдылығы осы ғана. Ал спорт басшылары ойынды тікелей тамашалау үшін үлкен мониторлар орнатамыз дейді. Айта кету керек, ойын алдағы сәрсенбі күні өтеді. Естеріңізге сала кетейік, ақтөбеліктер осыған дейінгі кездесуде грузиялық әріптестерінен 1 ұпай басым түсіп, жеңіске жеткен еді. Бізге жаңа стадион керек, ғаламтордан тапсырыс беру қажет. Әйтпесе таңғы 5-тен келіп кезек қойып жазылып кетеміз. Жыл сайын осы билет сатуды реттеу керек деп ойлаймын. Бұл жағдай жылда қайталанады. Кейін сатып алушылар билетті бізге үстеме бағамен береді. Солай етуге бола ма?